Сәлем достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Билл Гейтстің сұхбаты. Сұхбаттардың бірінде Билл Гейтстен әлемде сізден гөрі бай адам бар ма деп сұрады. Бүкіл зал күлді. Ал Билл Гейтс күлместен жауап берді. Мен миллиардер болдым. Мен өзіме әуежайда газет сатып алғым келді. Бірақ менде ақшам жоқ болатын. Мен сатып алу туралы ойымды өзгерттім және газетті сатып алушыға қайтардым. Ол мені кедей адам деп ойлап, тегін ала беріңіз, мен оны сізге бердім, дейді. Кенеттен мен тағы сол әуежайда болдым және сол сатушыны көрдім. Мен оған барып, сіз мені таныдыңыз ба? деп сұрадым. Ол, әрине, сіз Билл Гейтссіз. Мен есіңізде жоқ шығармын деп ойладым. Бір күні сіз маған бір тиын алмай газет сыйладыңыз. Мені кедей деп ойладыңыз. Мен сізге бұл үшін алғыс айтқым келеді. Сатушы, мырза, сіздің көмегіңіз менікіне сәйкес келеді деп ойлайсыз ба? деп мен одан сұрадым. Неге жоқ? деп ол жауап берді. Сізге көмектесу арқылы мен кедей газет сатушысы болдым. Ал сіз маған көмектесуге тырысып жатырсыз. Сіз әлемдегі ең бай адамсыз, дейді сатушы. Сол күні мен бұл газет сатушысы менен әлде қайда бай екенін түсіндім. Өйткені ол біреуге көмектесу үшін бай болғанша күтпеді. Және бұл оқиғаның моральдық мәні маған өте қарапайым болып көрінеді. Біреулер ақшаны санап кеуделеріне салады, ал кейбіреулер соңғысын санап мұқтаж адамдарға көмектеседі. Біз де мұқтаж адамдарға көмектесіп жүрміз.